Сәлем достар, сіздермен бірге Жанат. Бүгін біз сіздермен осындай керемет болып көтерілетін дәмі ерекше дәмді сәбіз пирогын жасайтын боламыз. Өзім осы пирогқа ғашық болдым. Бірінші рет істегеннен шығады бұл пирог. Ендеше кеттік. Алдымен керек заттарымызды дайындап аламыз. Сәбізімізді майда үккіштен өткіземіз. Грек жаңғағын майдалап турап аламыз. Одан соң жұмыртқамызға қантымызды қосып, оны миксердің төмен жылдамдығында миксерлейміз. Барлық қоспа бір-бірімен араласып, қоспаның көлемі 2-3 есе ұлғайғанға дейін және де түсі осылай ағарғанға дейін миксерлейміз. Одан соң ас содасын және тұзды қосып, әрі қарай миксерлейміз. Жалпы сіздің осы миксерлеуге кететін уақытыңыз 6-7 минут. Одан соң сұйытылған сары майыңызды ерітілген қосып, әрі қарай миксерлейсіздер. Шамамен 1 минут қана, толық майыңыз бірге сіңісіп кеткенге дейін. Жай қасықпен араластырсаңыз да болады. Одан соң алдын ала електен өткізілген ұнымызды қосып, қоспамызды төменнен жоғары қарай осылай қасықпен араластырамыз. Төменнен жоғары қарай араластырамыз, себебі біздің пирогымыз әдем болып көтерілу үшін. Осылай барлық ұнымыз араласқаннан кейін, менікі секілді сіздерде комок қалып қойса, кішкене миксерлеп жіберіңіздер, 1 минуттай ештеңе етпейді. Осылай миксерлеп жіберіп, однородный тесто болғаннан кейін үстіне үккіштен өткізілген сәбізімізді қосамыз. Және де оның үстіне майдаланған грек жаңғағын қосып, осы қоспаны әдемілеп араластырамыз. Өте қою қоспа болып шығады. Пирогыңыз да өте дәмді, ерекше болып шығады дәмі. Осылай әдемілеп араластырып аламыз. Барлық қоспа бір-біріне сіңіскенге дейін тестіңізда, барлығы начинкаңызда осындай консистенцияда болады. Енді табамызды қойып, менде түбі жоқ таба болғандықтан, форма болғандықтан астына фольга төседім. Егер сізде түбі бар таба болса, ештеңе жағудың қажеті жоқ, өзі-ақ тез алынады. Міне осылай қамырымызды салып, дайын формамызға бетін әдемілеп тегістеп аламыз да, қызып тұрған пешке 170 градуста 50-55 минут пісіріп аламыз. Міне осындай бізде пирог шықты. Оның піскенін шпажка тығу арқылы тексерсеңіз болады. Жан жағын осылай пышақпен мен ажыратып алдым. Сол кезде тез алынады. Міне көрдіңіздер, фольгадан да тез ажыратылып жатыр. Біздің пирогымыз дайын болды. Әп-сәтте қараңыздар, қандай биік болып көтерілген пирог. Қонақтарға, үйіңізге ұсынарда осылай қант ұнтағын бетіне сеуіп ұсынсаңыз болады. Бір күнде дастарханға бір отырғанда желініп қоятын өте дәмді пирог бұл. Көрдіңіздер ғой, жұмсақ. Қазір биіктігін көрсетемін және ішін көрсетемін сіздерге. Міне осындай әдем пирог болып шығады. Нанның дәмі бар ғой, сөзім жоқ менің. Сіздер бір істегеннен шығады. Және де сіздің бар болған 15-20 минут қана уақытыңызды алады. 15-20 минутта бір пирог дайын уже. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий жазып ұмытпаңыздар. Ас болсын.